Қоғам ТВ телеарнасын телекөрермендері, бүгін бізде жаңа бағдарлама, жаңа маусым. Біздің бағдарлама арқылы үй жағдайында түрлі қолөнер бұйымдарын жасауды үйренетін боласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Олай болса, қымбатты телекөрермен, бүгінгі біздің жаңа маусымның алғашқы шымылдығын Сағыныш Тамшайба ханымыз түретін болады. Бүгін бізге Сағыныш ханым үй жағдайында сабынның жасалу жолдарын көрсететін болады. Қош келдік, Сағыныш ханым. Бүгін бізге өзіңіз айтып өткендей сабынның жасалу жолын көрсетсеңіз. Үй жағдайында сабын жасау үшін бізге арнайы сабынның негізі керек. Сосын осындай перламутр деп атаймыз ғой, осындай түрлері де бар. Одан кейін бізге арнайы қалыптар керек болады. Яғни силиконный форма деп атаймыз. Одан кейін пластмасс түрі де бар. Сосын осындай қазіргі қолданыста үй жағдайында гигиеналық талаптар сақтауға арналған осындай силиконовый формалары, қалыптар трендке айналып жатыр. Осылар қажет. Одан кейін сабынның түрлері әртүрлі болады ғой. Мысалы, әркімнің талғамы әртүрлі, біреуге жасыл түс ұнайды, біреуге қызыл түс ұнайды деген сияқты түстер. Соған байланысты осындай түстерді пайдаланамыз. Одан кейін иіс шығаратын қош иістер, сабынның әдемі қош иісі шығып тұру үшін осындай иіс шығаратын қош иістерді қолданамыз. Одан кейін сабынымыз дайын болғаннан кейін осындай қорапшаларға, әдемі қорапшаларға, коробкалерге салып, халыққа, балаларға сыйға тартамыз. Ендеше Сағыныш ханым, алғашқы кезеңнен бастасақ, сабын жасасақ бастақ. Алғашқы кезеңі осындай сабынның ақ негізгі түрін алып тұрмын. Осыны біз бірінші микроволновка пешке, болмаса әсет пеш, болмаса газге біз ертіп алуымыз керек. Бірінші қадамымыз біздің. Дәл осыларды. Бұны қанша градуста ертесіз қазір? Бұны 4-5 минутқа қоям. 120-150 градусқа қоям. Собы жаңа еру үшін. Жалпы бұның температурасы қанша болу керек сабының? Температурасы жалпы 45 градусқа дейін қоям мен. Мына жерде 45 градусқа қойып қойдым. Қазір ергеннен кейін барып, әртүрлі қоспаларды қосатын боламыз. Жалпы сізге осы сабын туралы, сабын сатып алғысы келетін жандар бар ма? Бар, сабынға қызығады. Баланың өзі де қызығады. Мектепте ең бірінші алғашқа бастаған кезімде сабынымды сурет байқауы өткізген болатын тұғым. Сол кезде балаларға, орын алған балаларға осындай коробкалерге салып, сабындар сыйға тартқан кезімде балалардың қуанышында шек болмаған. Содан кейін мынандай үлкен қылып сабындарды композициялық үлкен әртүрлі композицияда сабындар жасайтын болдық. Ғылыми жоба қорғадық осы сабынға байланысты. Жалпы өзіңіз осы сабын жасауды қалай үйрендіңіз? Сабын жасауды әлеуметтік желіден курс арқылы үйрендім. Басында енді қорқыныш болды, қолымнан келе ме, келмей ме деген сияқты. Жасап көрдім, қызықтым. Сабынмен айналысатқаныма 5 жылдай уақыт болды. Бірінші кішкене сабыннан бастадық, одан кейін көбейттік. Мында үлкен-үлкен жұмыстармен жаңа кәдесыйлар, сәндік кәдесый сабындар дейміз ғой. Жаңа сыйлыққа беруге, жаңа той табақтарда, мысалы, үйлену тойларында, мерекелерде сыйлыққа беруге осындай жасап жатырмыз қазір. Кәдімгі тірі гүлдер мысалы солып қалады ғой, ал бұның қош иісі 2-3 жылға дейін тұра береді. Ешқандай зияны жоқ. Сосын жаңа айтып отыр, әдемі қош иісі бөлмені алып тұрады, адамға көңіл-күй сыйлайды. Жалпы осы өндірісіңізді өзіңізден кейінгі шәкірттеріңізге үйретудесіз бе? Үйренгісі келетін жандар бар ма? Бар. Мысалы, халық қызығады, ұсыныстар өте көп, осы сабынға байланысты шебер сынып көрсетіңізші деген ұсыныстар түсіп жатыр, бастап үйретіп жатырмын. Өте жақсы. Енді мына қалдықтар туралы айта кетсеңіз, біреуі мысалға резинка деуімізге болады, біреуі мынандай пластмасса деп жатырсыз. Жалпы бұлар сабынның температурасын көтере ала ма? Мысалы, бұл еріп жатыр ғой қазір. Көтереді, иә. Ал мына жерде өзіңіз жаңа антисептик келгенсіз, спирт. Бұл не үшін?
спиртті сабынды құйғаннан кейін, мысалы қоспаларды қосамыз, сосын жаңа иіс шығаратын хош иістерді қосамыз, осыған бәрін араластырып қосқаннан кейін белгілі бір түс шығады ғой. Сол кезде мына спиртпен себеміз көпіріп, әрі қарай енді сабын болғаннан кейін қолды жуған сайын көпіре береді ғой. Сол сияқты көпіріп кетпеу үшін осы спиртті сеуіп қолданамыз. Жалпы өзі бір сабынды жасау үшін қанша уақыт кетеді? Бір сабынды жасау үшін бір 20 минут, 15, өйткені еруге уақыт кетеді ол сабынды. Бір 20 минуттай уақыт кетеді, сосын ар жағында 10-15 минуттай не қылу керек, сабын кебу керек қой. Мына қалыпқа құйғаннан кейін сабынның кепкенін күтеміз. Сол әбден кеуіп болғаннан кейін барып сабынның ішінен формадан шығарған кезде соған уақыт кетіп қалады. Өте жақсы. Енді біздің аймағымызда сіздің осы құрал саймандарыңыз табылады ма? Әлде басқа аймақтан алдырасыз ба? Құрал сайманның барлығын Шымкент қаласынан аламын, өзімнің ұстазымнан. Ең бірінші сол кісі осы сабынды үйрету курсын ашқан, сол кісіден сатып аламын мен. Жалпы мектеп оқушыларына осы сабын жасау кәсібін үйрету үшін қанша уақыт кетеді? Қазіргі балдар бірден қызғама, бірден қағып алып кетеді ғой. Бір күн, 2 күнде үйреніп кетіп жатыр балалар деген. Жақсы қызығады, өздеріне жасап алып, үйлеріне барып қолын сабынмен жуып, көріп, көпіреді екен деп қызық көріп ертеңіне кері байланыс беріп жатады оқушылар деген. Өте керемет. Біз ертінді сабынды қарап жүрсек? Еріп жатыр, мына көріп тұрсыз ғой, бақ болып ертіндіміз еріп жатыр. Ертінді сізге қандай түс ұнайды? Қазір қандай түсті қосамыз? Қыздың көзі қызылда дейді ғой, қызыл түс болса. Қай форманы таңдайсыз сіздің талғамыңызға қарай? Мысалы, мынау пион гүлі ол. Гүл, мынау да гүл. Осыны аласыз ба? Енді түс таңдаңыз. Маған қызыл түс болады. Мынаны ортасы ашық болады, осы силикон. Сабын ағып кетпеу үшін осында резинамен салып қоямыз, бекітіп қоямыз. Осындай бекітіп қоямыз да, осы алдын ала дайындап аламыз. Мына бәрі сәйкес келу керек бұрыштары. Содан кейін мына жерде түстер бар. Мына клубниканың хош иісі. Ескеп көріңіз, кәдімгі клубниканың иісі шығып тұр. Сіз қайсысын таңдайсыз? Мен қызыл түсін таңдасам. Иісті таңдап алайық бірінші. Мына жерде фруктовый, яғни жеміс жидектер. Осы клубника болады ғой? Клубника әдемі болып тұр екен иісі. Қызыл таңдайсыз ба? Онда қызыл болса, қызыл пик аламыз онда. Фруктовыйды алсақ. Қазір еріп жатыр. Жалпы осы сыйлыққа беру дейсіз ғой. Гүлдің орнына осыларға салып, апарып бересіз ғой. Иә. Салынған түрі бар ана жерде. Соны алып көрсетейін де сізге. Мындай қорапшаларға әдемі ар жағында гүлдерді. Өйстіп жасап болғаннан кейін, мында шығарып аламыз. Мындай әдемі осындай коробкалерге саламыз. Сол кезде әдемі көрінеді да. Упаковкалер. Сосын сыртында упаковкаға де қызығады, ішіндегі сабындарына да қызығады. Жалпы сабындарыңызды қиын болмаса айта кетсеңіз, сабындарыңызды қаншаға бағалап сатасыз? Көлемдеріне қарай сатасыз ба әлде бұларды? Шығынын есептеп аламын. Бірінші, мысалы, сабынның килограммы қанша, мысалы, қоспаларым қанша, силиконы формам қанша деп, соның бағасын саламын. Мысалы, 600 теңгеге бағалаймын. Мысалы, 600 теңге. Сыртында қорапшасын бағасын қосамыз. Сабынның бәрін есебін, шығынын есептеп аламын да, соны бөлген кезде өзінің бағасы шығады. Енді мына жерде бір үлкен жұмыстарыңыз тұр екен. Бағана өзіңіз айттыңыз, гүлдер өліп қалады, бірақ сабына жасалған гүл 2 жылға дейін шыдап тұрады дедіңіз. Енді осы гүлдерді қаншаға бағалайсыз? Сабын бұл 15 мыңға бағалаймын. Өйткені бұған 2 килограммдай сабын кетеді. Бір сабынның килограммы 4 мыңға жоқ. Ар жағында өзім еңбегіме 5 мың теңге өзім еңбегіме бағалап тұрмын да, қалған 10 мың теңге өзінің шығыны ғой. Жасалу шығыны, упаковкасы, ішінде пенопласты, арасында жаңағы гүлдері бар. Сондай жаңағы сәндік үшін қосылатын композиция өзінің зелендері бар. Өте жақсы. Жалпы Сағыныш ханым, енді осы композицияны жасауға сіздің қанша уақытыңыз кетті? Мысалы, бір сабыны жасауға 20 минут уақытым кетеді деп жатсыз жаңа. Енді осы үлкен композицияны жасауға қанша уақытыңыз кетті? Егер қолым бос болып отырсам, бір күнде бітеді. Бір күнде пісіріп аламын. Өте жақсы.
мыналардың осы тұрған мен өзімдегі бар формулардың бәрін әр жерде әртүрлі гүл тұр ғой. Мысалы раушан гүл тұр, мысалы гвоздика тұр деген сияқты өзімде бар формуларын бәрінде бір мезгіл сабынды құйып қойып ашқан кезде ол мен 2-ақ рет қана құямын ғой. Ал бір түйірмен мен мына гүлді жинақтайтын болсам, ол кезде маған 2-3 күн уақыт кетіп қалады. Өйткені әрқайсысын жеке-жеке орналастырамын ғой. Сол себепті маған әдейі өзім көп осы формаларды өзіме алып алғанмын. Жалпы өзіңізде қандай формалар бар? Маған гүлді ұсындыңыз өзіңіз. Тағы да қандай түрлері бар? Мысалы, мына үкі. Ол мынау үкі. Кейбір кішкентай балалар осы қолын жумай, көзім ашиды деп сабандардан қашады ғой. Осындай мультфильмнің кейіпкері, осындай ерекше дизайндар деп айтсақ та болады. Сабанның түрлерін көрген кезде бала жуып, қызығып, қолдарын көпіргеніне қызығып қарап. Жалпы сіздің жасап жатқан өнеркәсібіңіз қол моторикасын дамуда. Ерекше балаларға, үйден оқитын балалар бар. Сол балалармен осыны енді газге техника қауіпсіздігін сақтап, оны газге, микроволновка дегенге жолатпаймыз. Өзімнің көмегімен жасап көреді, қызығады, қуанады. Баламен бірге өзіміз қуанамыз. Өте жақсы. Біздің сабымыз дайын болып қалды ма екен? Сабынымыз да дайын болып қалды. Араластырып жіберейін шамалы. Әбден еру керек, әйтпесе сабыным дұрыс шықпай қалады. Ешқандай қателікті жібермеуім керек. Шамалы күте тұрамыз. Өте жақсы. Енді әр қайсысын өз өлшеммен қосып жатсыз. Енді бояуларға келсек, бұларда бір тамшы немесе 2 тамшы арқылы қосасыз ба? Қалай болады? Бір бояуды мөлшеріне қараймыз да, 1 тамшы, 2 тамшы қосып, қоспамызды. Мысалы, қанық қызыл керек па сізге, әлде жаңағы розовый керек па, өзі түстерімізді біз өзіміз шығарамыз. Осыларды. Қоспаның қосуына байланысты түстердің үйлесімділігі, қанық болуы. Қазір енді сабынымыз еріп болғаннан кейін, мынандай стаканға құйып аламыз. Өйткені осындай бізге стеклянный стакан керек, өйткені түстер сыртынан көрініп тұрады ғой, қандай болып тұрғандығы. Қанық па, Енді Сағыныш ханым, өзіңіз алғашқыда осы сабын кәсібін үйренуіңізге қанша уақытыңыз кетті алғашқыда? Шықпай қалған кездері болды ма тәжірибе барысында? Бірінші кездері қолым үйренген жоқ, өйткені мынаның бәрін қоспаны қосу керек, сабынды ертіп алуым керек деген сияқты. Бірінші кезде қолым үйрене алмады, қиыншылықтар болады ғой алғашқыда жасап көргеннен кейін. Содан кейін қолымыз үйренді, өзіміз емін-еркін осы жасайтын болды. Енді сізге қайсысы ұнап тұр? Осыдан қосып көріңізші, ашты 1 капля қосып көріңіз, 1 тамшы. 1 тамшы. Аздау болып тұр, көрдіңіз ба? Шықпайды, қоса беріңіз. Енді розовый болып жатыр. Қосамыз, тағы да қосайық. Енді көрдіңіз ба, түс шығып жатыр, Сонда бұған кем дегенде осы ыдысқа 5 тамшы керек болады. Сіз осы түс бола ма, әлде қосасыз ба, қызылдау қыласыз ба? Кішкене қосып жіберсек. Өйтіп араластырып, әбден араластырып аламыз. Тағы да қоссаңыз да болады, егер қызыл қылам десеңіз. Мынау розовый болып тұр бұл жерде түсі. Одан кейін сізге клубниканы иісі ұнайды деп тұрсыз ғой. Енді клубниканың несін қосамыз, қосып көріңізші өзін. Иісі әдемі шығып тұр, 1 тамшы ма? Қоса беріңіз, қорықпаңыз. Бірінші кезде өзімде де сонда қорқыныш болған. Көп қосып қоям ба, аз қосып қоям ба деген сияқты. Мороженыйдың иісі сияқты болып тұр. Енді осыны құямызға құйып көріңіз. Әйтпесе тездетіп құймасақ қатып қалады. Мынаның барлығын бір-біріне келтіреміз осында. Екеуіне құяйық, сабын қатып қалмау үшін. Құя беріңіз, тұрыңыз. Жан-жағын бұның... Көпіреді ғой екен, соны сеуіп жібереміз, бетіп-бетіп. Өзі басылады. Енді маған құйып жіберіңіз. Қазір ше алмайды. Артығы түсіп қалады, өзімізге керек мөлшеріміз қала береді.
Енді қалған остаток қылып қоймау үшін мынаны да құямыз шаймен. Мына бөпеге құяйық, бұл толтырып құюымыз керек сыртына дейін. Мынаның сабынның біреуіне қойсаңыз болады слойына. Өйткені остаток қылып қоймау үшін. Міне осындай болады астында ромбы түсте. Енді бұларды қанша уақыт қатырасыз немесе кептіресіз? Қату керек. Қатқанын күтеміз. Ендеше бұны қатыратынға апарамыз ғой, Қатқанын күтеміз. Қымбатты телекөрермен, біздің жасаған сабынымыз дем арасында міне кеуіп, өз формасына келген секілді. Ендеше бұны ашып көрсек. Бір резинасын алып тастаймыз. Сосын ішінен бітіп аламыз шаймен. Керемет. Әдемі түс болды. Дәл осылай 20 минуттың ішінде осындай дүниені шығаруға болады екен, достар. Қарап отырсақ, өте керемет Сағыныш ханым. Бүгінгі жасаған сабынымыз ойымызға шықты деп ойлайсыз ба? Я ойлаймын. Осындай сабындарды жеке-жеке күлтелерін алып алып, мынада үлкен қып, әпкелеріне, ұстазына, өздерінің сіңілдеріне осындай қып гүлдерді жасап құрастырып, сыйға тартуға болады. Адамдарды, туысқанын, тәтесін қуантуға болады деген ой, осында қуантуға болады. Өте керемет Сағыныш ханым, бүгінгі бізбен бөліскен уақытыңызға рахмет. Осылай өзіңіздің үй жағдайына жасалатын сабыныңыздың құрамымен таныстырып жатсыз. Әдетте шебер адам ешқашан өзінің құпиясын айтпайды. Бүгін өз құпияңызды ашып, бізге көрсетіп жатырсыз. Үлкен рахмет. Өте керемет Сағыныш ханым, осылай 20 минуттың ішінде бізге үй жағдайында сабының жасалу жолын көрсеттіңіз. Әдетте шебер жандар ешқашан өзінің құпиясымен бөліспейді. Сізге алғысын айтқым келеді. Еңбек жолыңызда, қызмет жолыңызда тек сәттілік тілегім келеді. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі біздің жаңа маусымның алғашқы шығарма өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.